Балаларда қышқылдық рефлюкс болуы мүмкін бе? Сіз таң қалуыңыз мүмкін, бірақ тіпті балаларда да гастроэзофагеальды рефлюкс ауруы деп аталатын жағдай кездеседі. Әсіресе шала туған балалар немесе кейде неврологиялық мәселелері бар балалар бұл жағдайға бейім береді. Педиатриялық және ересектердегі рефлюкстің айырмашылығы балалар өз сезімін жеткізе алмайды. Сондықтан бұл аурудың бар-жоғын ата-аналар мен дәрігерлер анықтауы керек. Бұл жағдайдың белгілеріне құсу жатады. Кейбір ересектеу балаларда бұл кеуде ауруы ретінде көрінуі мүмкін. Кейде балалар тамақтан бас тартып, салмақ қоспауы мүмкін. Сондықтан осындай белгілер бізге баланың гербке шалдығуы мүмкін екенін ескертуі тиіс.